Баршаңызға сәлем достар, мен арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Рима. Бүгін осындай керемет абрикостан джем жасайтын боламыз. Ешқандай қоспасыз. Мында бізде желатин, агар-агар ешқандай қолданбаймыз. Үйде бар заттармен жасалатын өте керемет джем. Мен бірге жасап, видеоның соңына дейін көруге кеңес беремін. Алдымен біз осылай абрикостарымызды жуып тазалап аламыз. Менде өте піскен, дәмді, өте жұмсақ абрикостар. Осылай абрикостарымыздың осы ішкі тастарын барлығын осылай алып шығатын боламыз тазалап. Мына осылай дайындап тазалап алдық барлығын. Ендігі біз осы джемді міндетті түрде асты қалың кастрюльде пісіретін боламыз, жауыз қалмас үшін. Міне осылай барлығын абрикостарымызды салып алдық. Ендігі осының үстіне біз лимонный кислота саламыз. Осы рецептің толық нұсқасын осы видеоның астынан қалдыратын боламын, сол жерден барлығын көре аласыздар. Міне енді осылай блендермен барлығын жақсылап езіп аламыз. Осындай бізде керемет пюре шығады. Барлығын толық езіп алдық, дайындап. Енді осыны отқа қоятын боламыз. Біз осы джемімізді өте төмен отта пісіретін боламыз, қатты астын шығармаймыз. Енді осы джеміміздің үстіне қантымызды саламыз. Бұған біз қанты бірден салмаймыз, 3-4 бөлікке бөліп салатын боламыз. Мына осылай салып алдық, арасын 5 минуттан кейін келесісін салып, сөйтіп 3-4 бөлікке бөліп, жақсылап осылай араластырып былғап тұрамыз. Міндетті түрде былғап тұрыңыздар, тастап кетуге болмайды. Себебі бізде асты жабысып қалуы мүмкін. Енді осылай жақсылап бір қайнаған кезде осылай бетіне осындай көпіршіктер пайда болады. Барлығын осылай алып аламыз. Барлығын жақсылап алып алдық. Мына біздің джеміміз дайын болып қалды. 30 минуттай пісіріп алдым. Бұл ыстықтай болғандықтан осылай сұйықтау болады. Әлі де қоюланады біздің бұл джеміміз. Мен бұл джемдерді алдын ала банкілерге жауып тастайтын боламын. Банкілерді ас соусымен жуып, 110 градуста духовкаде салып алдым 10 минутқа стерилизовать етіп. Енді осы джемдеріміздің барлығын құйып шығатын боламын. Менде 2 банкіде шықты. Осылай қапақтарын 3 минуттай ыстық суға қайнатып алдым. Қақпағын қатты етіп осылай жауып аламыз. Достар, міндетті осы рецептті жасап көріңіздер. Сіздерде де дәл осылай керемет болып шығады. Және де осы видеоның астына поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар да болады. Мына әлі де жылы күйінде, енді қоюланып келатыр, өте керемет болып. Мына формасы ұстайтын керемет джем. Арнайы ертесіне сіздер үшін түсірдім. Қолығын көрсетейін деп, өте керемет болып қойылады, формасын жақсы ұстайды. Таңғы асқа түрлі вафли, панкектермен жесеңіздер де болады, және де қарапайым нанға да жағып жесеңіздер де өте керемет дәмді болып шығады. Сіздердің көңіліңізде шығатынына сенімдімін. Және егер де осы видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Рима. Келесі видеода кездескенше баршаңызға да рахмет.